Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге әдеттегідей мен Кәрімберді Нарбек Әзімұлы. Бүгін біз жүрек ақаулар кездеріндегі гемодинамиканың бұзылыстарының келесі бір тақырыбы ол аортальды клапан жетіспеушілігі жайлы тоқталатын боламыз. Жалпы аортальды клапан бұл үш жақтаулы жарты ай тәрізді клапан болып келеді, және де ол диастала кезінде жабылады, систола кезінде ашылады. Жалпы бізде қан айналым шеңберін қысқаша ескерте кетейік. Бізде үлкен қан айналым шеңбері сол жақ қарыншадан басталады. Мынау бізде сол жақ қарынша, одан бізден аорта қанды алып кетеді. Яғни систола кезінде қарыншалар жиырылу барысында жарты ай тәрізді аорта клапаны ашылады. Осының әсерінен бізде қан бүкіл организмге аорта арқылы таралатын болады. Және де диастала кезінде бұл қақпақшалар жабылады, және де диастала кезінде клапандар үстіндегі коронарлы тамырларға қан бару арқылы жүрек қанмен қамтамасыз етіледі. Енді бізде клапандардың зақымдануының екі түрі бар. Олар органикалық және функционалды. Органикалық кездерінде ол бізде клапанның өзі зақымданады, ал функционалды кездерінде бізде жүрек бөліктері зақымданады, яғни гипертрофия немесе дилатация салдарларынан клапандардың айналасындағы фиброзды сақина кеңейіп, функционалды клапан жетіспеушілігін туғызады. Және де ол аорта клапан жетіспеушілігінің симптомдарын береді. Органика бұл 60% жағдайда ревматизм салдарынан дамиды. Яғни ревматизм бұл клапандарды зақымдап, оларды қысқартып қояды. Соның салдарынан бізде органикалық аорта клапан жетіспеушілігі пайда болады. Симптомдарына төменде тоқталамыз. Одан кейін инфекционды эндокардиттер, туа біткен клапан ақаулары. Туа біткен клапан ақауларында клапандар қысқа болып туылуы мүмкін, не болмаса туа біткен жылан көздер пайда болуы мүмкін, немесе инфекционды эндокардит салдарынан жылан көздер пайда болуы мүмкін. Ол бізде аортадан сол жақ қарыншаға қанның өтіп кетуіне алып келеді. Функционалды бұл бізде аортаның кеңеюі және де сол жақ қарыншаның гипертрофиясы немесе дилатация салдарларынан функционалды жетіспеушілік. Яғни бізде сол жақ қарынша ұлғайып кетеді. Соның салдарынан клапандардың ұзындығы ұлғайғанға жетпей арасы ашылып қалады. Соның салдарынан диастала кездерінде аортадан сол жақ қарыншаға қан өтіп кетеді. Енді сол жақ қарыншадағы аорталды жетіспеушілік кездерінде қысымы артады. Ол ненің салдарынан? Ол біріншіден қан сол жақ қарыншаға митральды клапан арқылы сол жақ қарынша, сол жақ жүрек шүйден түсіп жатыр, және де жарты ай тәрізді аорта клапанынан аортадан сол жақ қарыншаға қан түсіп жатыр. Бұл бізде сол жақ қарыншаның ұлғаюына алып келеді. Яғни диастала кездерінде қарыншалар неғұрлым созылатын болса, систола кезінде олар соғұрлым күшті жиырылады, және де бұлар ұзақ уақытқа созылатын болса, бұл гипертрофиямен аяқталады. Бұны бізде Франклин-Старлинг заңы деп аталады. Енді систолалық және диастолалық қысымның арақатынасының өзгеруі. Систолалық қысым бұл сол жақ қарынша жиырылған кезде, диастала кездерінде пайда болатын қысым, және диастолалық қысым осы диастолалық фазасына сәйкес келеді, және де олар қалыпты жағдайда 120 мен 80 арасындағы қысымдар. Және де осы 120 мен 80 арасындағы қысымды біз пульстік қысым деп атаймыз. Аортальды клапан жетіспеушілігі кездерінде жүрек қатты соғады. Жаңа жоғарыда айтып кеттік, аортаға қарай қысыммен айдайды. Солының салдарынан бізде систолалық қысым жоғары болады, және диастала кездерінде қан аортадан сол жақ қарыншаға өтіп кету салдарларынан диастолалық қысым төмен болады. Соның салдарынан бізде пульстік қысым артады. Одан кейін бізде митрализация дамиды. Митрализация дегеніміз не? Бұл бізде митральды клапанның функционалды жетіспеушілігі. Гипертрофияға жүрек сол жақ қарынша ұшырады. Соның салдарынан бізде функционалды митральды клапан жетіспеушілігі пайда болады. Ол өз кезегінде Қытай рефлекстерін өкпедегі, яғни кіші қан айналым шеңберіндегі тоқыраумен, одан қалса уақыт өте келіп оң жақ қарыншаның ұлғаюымен көрініс береді. Және де ол адамдарда ентігу тұншығу сезімдері болуы мүмкін. Егер каналдағы митральды стеноз немесе митральды жетіспеушілікті көрмеген болсаңыздар, кіріп көріп шықсаңыздар болады, барлығы түсінікті болады. Одан кейін коронарлы қан айналымы салыстырмалы жеткіліксіздігі. Мен жоғарыда айтып кеттім, клапандардың үстінде бізде коронарлы тамырлар орналасады. Ал диастала кезінде бізде
жүрек қанмен қамтамасыз етіледі. Клапандардың үстіндегі коронарлы тамырлар арқылы. Егер де бізде аорталды клапан жетіспеушілігі болатын болса, онда қан сол жақ қарынша қарай өтіп кетеді. Соның салдарынан бізде жүрекке көп қан бармайды, қажетті көлемдегі қан бармай қалады. Соның әсерінен бізде салыстырмалы коронарлы жеткіліксіздік пайда болуы мүмкін. Ол төс артындағы батып, жаншып ауыратын, ұзаққа созылатын ауырсынумен көрініс береді. Одан кейін бас айналу бұл неге пайда болады? Бұл үлкен қан айналым шеңберіндегі қанның жеткіліксіз салдарларынан пайда болады. Яғни миға қан толығымен бармай жатыр. Диастолық кездерінде қанның көп бөлігі қайтадан жүрекке қарай қайтып кетіп жатыр. Соның салдарынан бізде бас айналу пайда болады. Одан кейін тамырлардағы пульсация. Тамырлардағы пульсация бұл бір сөзбен айтсақ, артериалды тамырларда пульсация сезіледі, көзге көрінеді. Ол ненің салдарынан? Ол сол жақ қарынша шамадан тыс көп жиырылады, көп күшпен жиырылады. Соның әсерінен систола кезінде қанның көп артерияларға бару салдарынан бізге көзге көрінетін тамырлық пульсация анықталады. Ол негізі ірі қан тамырларында кездеседі. Солардың ішіндегі бірі каротид бие немесе каротид бие. Бұл ұйқы артериясының көзге көрініп тұрған пульсациясы. Яғни систола кездерінде ұйқы артериясы кеңейеді және де оның пульсациясы сезіледі. Көзге қарағанда ұйқы артериясы билеп тұрған сияқты көрінеді. Соның әсерінен оны каротид бие деп атайды. Одан кейін нюсте симптомы. Бізде бірнеше симптом бар, аортальды клапан жетіспеушілігіне сәйкес келеді. Солардың бірі бұл нюсте симптомы. Нюсте симптомы кездерінде систола және диастолық фазасына байланысты науқас басын алдыға артқа қозғалтып тұрады. Одан кейін бізде квинки симптом деген бар. Квинки симптомы бұл капиллярлы симптом, яғни тырнақтың және де ерінді саусақпен немесе мөлдір шынымен басқан кезде көзге көрінетін пульсациялық түсінің өзгеруі пайда болады. Яғни жүрек соғу ритміне байланысты тырнақтың және де еріннің түсінің өзгеруі тұруы көрініс береді. Одан кейін тағы бір симптомдардың бірі бұл диурезия виноградов симптомы. Бұл симптомда бізде сан артериясына фонендоскопты қойып тыңдаған кездерінде шу естіледі. Ол екі шу, систолық және диастолық шулар. Одан кейін Мюллер симптомы. Мюллер симптомы бұл жұмсақ таңдайдың пульсациясымен көрініс береді. Одан кейін бізде корриган пульсы. Корриган пульсы дегеніміз бұл шынтақ артерия, кешірім сұраймын, кәрі жілік артериясынан біз тамырлардың толымдылығын, серпімділігін, олардың ритмділігін тексеретін кезде осы корриган пульсы көрінетін болса, яғни ол қандай көрініс? Ол бізде систола кездерінде қан бірден тамырлар толтырады және диастола кезінде қан бірден тамырлардан жоғалады. Яғни толымдығы бірден артып және бірден төмендейді. Бұл бізде корриган пульсы деп аталады. Одан кейін бізде аускультацияда нелер естіледі? Аускультацияда бізде жүрек ұшында бірінші тон әлсіреу және де оған үшінші тон қосылады. Үшінші тон ол ненің салдарынан пайда болады? Ол қосымша тондардың бірі болып табылады және де ол диастола кезінде сол жақ қарыншаның шамадан тыс ұлғаю салдарынан бізде бірінші нүктеде, яғни жүрек ұшында үшінші тон қосылып естіледі. Одан кейін аортада, яғни екінші нүктеде екінші тон әлсіреу себебі диастола кездерінде қанның көп мөлшері жүрекке қарай өтіп кетіп жатыр. Соның әсерінен бізде екінші тон әлсірейді. Рентгенде бізде аортальды конфигурация пайда болады. Аортальды конфигурация бұл сол жақ қарыншаның ұлғаю салдарларынан жүректі рентгеннен қараған кезде үйректік формаға ұқсайды. Соның әсерінен оны үйректік форма немесе аортальды конфигурация деп аталады. Және де уақыт өте келе сол жақ жүрекше оң жақ қарынша ұлғаю кездерінде бұл аортальды конфигурация дұрыс көрінбеуі мүмкін. Ескеру қажет. Енді осымен біздің видеомыз соңына жетті. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркелейік, лайк басайық. Және де бізде келесі видео трикусоидальды клапандардың ақаулары жайлы айтатын боламыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.